Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда y-тен болады ax квадрат функциясының графигімен, қасиеттерімен танысатын боламыз. Алдымен y-тен болады x квадрат функциясының графигін салайық. Ол үшін x-ке мән беріп, сәйкесінше y-тің мәндерін табайық. x-ке 0 бергенде 0-дің квадраты 0-ге тең. x-ке 1 беретін болсақ, 1-ге тең болады. x-ке 2 берсек, 2-ның квадраты 4 болады. x-ке 3 бергенде 3-дің квадраты 9-ға тең. Және x-ке минус 1 берсек, минус 1-дің квадраты да 1-ге тең болады. x-ке минус 2 бергенде 4 шығады. x-ке минус 3 берсек, минус 3-дің квадраты 9-ға тең болады. Енді осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп график салайық. x0, y0 нүктесі мынау нүкте, координаталар бас нүктесі. x1 болғанда y-імізде 1-ге тең болады. x2-ге тең болғанда y 4-ге тең, 2-де 4 нүктесін белгілейміз. x3-ге тең болғанда y 9-ға тең болады. Мынау нүктені белгілейміз. Келесі, x-1-ге тең болғанда y 1-ге тең болады тағы да мынау нүкте. Белгілеп қояйық. x-2-ге тең болғанда y-іміз 4-ге тең, минус 2-де 4 нүктесін белгілейміз. x-3-ге тең болғанда y 9-ға тең болады, минус 3-де 9 нүктесін белгіледік. Енді мінеке қажетті нүктелерді белгілеп алдық, осы нүктелер арқылы график салайық. Міне графигімізді жүргіздік. Бұл y-тен болады x квадрат функциясының графигі. Бұл график парабола деп аталады. Енді y-тен болады 2x квадрат болған кездегі график салайық. x-ке 0 беретін болсақ, 0-дің квадраты 0, ол 2-ке көбейтілгенде 0 шығады. x-ке 1 бергенде 1-дің квадраты 1-ге тең, 2-ке көбейтіледі, 2 болады. x-ке 2 бергенде 2-ның квадраты 4, 4 2-ке көбейтсем 8 болады. x-ке минус 1 беретін болсақ, минус 1-дің квадраты плюс 1, 1-ді 2-ке көбейтсек 2. Минус 2 бергенде, минус 2-ның квадраты 4, 4 2 8. Енді осы нүктелерді белгілеп график салайық. 0-де 0 координаталар бас нүктесі, x1-де y2 мынау нүкте, және x минус 1-ге тең болғанда да y 2-ге тең болады. x 2-ге тең болғанда y 8-ге тең болады, 2-де 8 нүктесін белгілеп қояйық. Және x минус 2-ге тең болғанда y 8-ге тең болады, белгілейік. Осы нүктелер арқылы график жүргізейік. Міне графикті жүргіздік. Енді оқушыларымыз y-тен болады 2-ден 1 x квадрат функциясының графигін салып көрейік. x 0 болған кезде y 0-ге тең болады. x 1-ге тең болғанда 1-дің квадраты 1, яғни 2-ден 1 шығады. x 2-ге тең болғанда 2-ның квадраты 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2 болады. x 3-ге тең болғанда 3-дің квадраты 9, 9-ды 2-ге бөлгенде 4,5. x-ке минус 1 берсек 2-ден 1-ге тең болады. x-ке минус 2 берсек 2-ге тең болады. Және x-ке минус 3 берсек 4,5 болады. Енді осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілейміз. x 0-ге тең болғанда y 0-ге тең. x 1-ге тең болғанда y 0,5-ге тең. Және x минус 1-ге тең болғанда да y 0,5-ге тең. x 2-ге тең болғанда y 2-ге тең болады, 2-де 2 нүктесі. Және x минус 2-ге тең болғанда y 2-ге тең болады, мынау нүктені белгілейміз. x 3-ге тең болғанда y 4,5-ге тең, 4,5 мынау жерде. Және x минус 3-ге тең болғанда да y 4,5-ге тең, мынау нүкте. Міне бізге қажетті нүктелерді белгіледік. Енді осы нүктелер арқылы график жүргізейік. Мінеки графикті жүргіздік, яғни y-тен болады 2-ден 1 x квадрат функциясының графигі. Енді бұл графикті қарап отырсаңдар, y-тен болады x квадрат функциясының графигі y осіне қатысты қарағанда созылғандығын байқауға болады.
Сонымен балалар, біз мынандай қорытынды жасауымызға болады. Яғни а саны үлкейген сайын функцияның графигі y осіне жақындай түседі, яғни сығылады. Мінекей көріп отырсыздар. А егерде а санын кішірейтетін болсақ, онда функция графигі y осінен алшақтай береді. Енді аның мәні теріс болған жағдайды қарастырайық. Y тен болады минус x квадрат функциясының графигін салайық. X-ке мән беріп сәйкес y-тің мәндерін анықтаймыз. X-ке 0 бергенде 0-дің квадраты 0, X-ке 1 бергенде 1-дің квадраты 1, алдындағы минустан басымен минус 1 болады. X-ке 2 бергенде 2-ның квадраты 4, яғни минус 4 болады. X-ке 3 бергенде 3-дің квадраты 9, минус 9 болады. X-ке минус 1 беретін болсақ, минус 1-дің квадраты плюс 1, алдында минустан басымен минус 1 болады. X-ке минус 2 бергенде минус 2-ның квадраты 4, минустан басымен минус 4 болады. Және X-ке минус 3-ті беретін болсақ, минус 3-дің квадраты 9, алдында минустан басымен минус 9 болады. Енді осы алынған нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп графикті салайық. X 0, Y 0-ге тең нүкте координаталар бас нүктесі. X 1-ге тең болғанда Y минус 1-ге тең болады. Және X минус 1-ге тең болғанда Y минус 1-ге тең болады. X 2-ге тең болғанда және X минус 2-ге тең болғанда Y минус 4-ге тең болады. Осы нүктелерді қосып графикті жазатын болсақ, Y тең болады минус x квадрат функциясының графигі шығады. Енді осы график туралы айтатын болсақ, бұл тармақтары төмен бағытталған. Және ол Y тең болады x квадрат функциясының графигімен x өсіне қатысты симметриялы екендігі көрініп тұр. Y тең болады x квадрат функциясының графигі тармақтары жоғары бағытталған, ал Y тең болады минус x квадрат функциясының графигі қисықтары дәл осындай, бірақ айырмашылығы тармақтары төмен бағытталған екен. Сонымен оқушылар, Y тең болады ax квадрат функциясында аның мәні өзгергенде функция графигі қалай өзгеретіндігіне тағы да бір тоқталып өтейік. Аның мәні өскен сайын функция тармақтары Y осіне қарай жақындайды, яғни сығылады екен. Ал аның мәні кеміген сайын тармақтары Y осінен алшақтай түседі, яғни созылады. Және А оң мән қабылдағанда парабола тармақтары жоғары бағытталатындығын көріп отырмыз. Сол сияқты А теріс мән қабылдағанда, неке көріп отырсыздар, А минус 1-ге тең болғанда, минус 0,5, минус 1,5, минус 2, минус 2 жарым, минус 3, яғни парабола тармақтары төмен қарай бағытталып тұр екен. Сонымен қорытындылайтын болсақ, Y тең болады ax квадрат функциясының анықталу облысы минус шексіздікте плюс шексіздік аралығы. Ал мәндерінің облысы ол А санының таңбасына байланысты болады екен. Егер Аның таңбасы оң болатын болса, онда функцияның мәндер облысы 0-ден плюс шексіздік аралығы. Мінекей көріп отырсыздар, тармақтары жоғары қарайды және Y-тің қабылдайтын мәндері оң мәндер. Ал егерде Аның мәні теріс болатын болса, онда функцияның мәндер облысы минус шексіздіктен 0-ге дейінгі сан аралығы болады екен. Мінекей көріп отырсыздар, тармақтары төмен қарап тұр бұл жағдайда және Y-тің қабылдап жатқан мәндері теріс сандар. Осыған байланысты график тармақтарының қай ширекте орналасатындығын да айтуымызға болады. Егерде А оң болатын болса, онда парабола тармақтары бірінші және екінші ширектерде орналасады екен. Ал егерде А теріс болатын болса, онда парабола тармақтары үшінші және төртінші ширектерде орналасады. Ал енді таңба тұрақтылық аралықтарына келетін болсақ, X минус шексіздікте 0 және 0-де плюс шексіздік аралығына тиісті болғанда, тағы да Аның мәні 0-ден үлкен болған кезде функция оң мәндерді қабылдайды. Ал А 0-ден кіші болғанда функция теріс мәндерді қабылдайды. Келесі функцияның нөлдерін анықтайық. X 0-ге тең болған кезде Y тең болады ax квадрат функциясының мәні 0-ге тең болады. Міне біз қазір Y тең болады ax квадрат функциясының графигімен, қасиеттерімен танысып шықтық. Енді мысалдар қарастырайық. Бізге мынандай есеп берілген. 3x квадрат азайтылған 8 тең болады минус 5 теңдеуінің түбірлер санын графиктік тәсілмен анықтаңыздар. Есепті шығару үшін алдымен біз теңдеуді мына түрде жазып алайық. 3x-тің квадраты тең болады минус 8-і теңдіктің екінші жағына шығарып есептейтін болсақ, 3 шығады.
Енді теңдіктің екі жағын жеке-жеке функция ретінде қарастырамыз. Y-тен болады 3x квадрат және y тен болады 3. Енді координаталық жазықтықта осы екі функцияның графиктерін салайық. Алдымен y-тен болады 3x квадрат функциясының графигін салайық. X-ке мән беріп, y-ті есептейміз. X-ке 0 бергенде, y-іміз 0-ге тең болады. X-ке 1 бергенде, 1-дің квадраты 1, y 3-ке тең. X-ке 2 бергенде, 2-ның квадраты 4, 4 шым 12. X-ке минус 1 бергенде, 3-ке тең және минус 2 бергенде 12-ке тең. Осы нүктелерді белгілеп, функцияның графигін салайық. X 0 болғанда y 0-ге тең, координаталары бас нүктесі. X 1-ге тең болғанда y 3-ке тең, 1-де 3 нүктесі мынау нүкте. X минус 1-ге тең болғанда да y 3-ке тең болады. X 2-ге тең болғанда және x минус 2-ге тең болғанда y 12-ге тең болады. Яғни 2-де 12 нүктесі және минус 2-де 12 нүктесін белгілейік. Осы нүктелерді қосып графикті саламыз. Міне, y-тен болады 3x квадрат функциясының графигін жүргіздік. Енді y-тен болады 3 түзуін жүргізейік. Бұл түзуді қалай жүргізетінімізді біз өткен сабақтарымыздан білеміз. Y осінің бойынан 3 нүктесін белгілеп, осы нүкте арқылы x осіне параллель түзу жүргіземіз. Сонда екі график екі нүктеде қиылысып тұрғанын көріп отырмыз. Ендеше берілген теңдеудің екі түбірі бар деген сөз. Біз және осы графиктік тәсілмен ол түбірлердің неге тең болатындығында анықтай аламыз. Яғни бірінші түбірі минус 1-де 3 екендігі көрініп тұр. Екінші түбірі 1-де 3 нүктелері болатындығы көрініп тұр. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда y-тен болады ax квадрат функциясымен таныстық. Енді үйден өздеріңіз мына тапсырманы орындап, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.